Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Қараша айының сұрғылттаны. Қаланың шет жағындағы 2 қабатты ескі үйдің ауласына күзгі жел құраған. Жапырақты айдап жүр. Бұл үй әкемнің маңдай терімен салған жалғыз мұрасы. Кірпішін өзі қалаған, шатырын өзі жапқан. Ал мен үшін соңғы үміт. Ас бөлмеде әйелім Айдана телефонға үңіліп отыр. Үстелде банктың ескерту хаты жатыр. 3 ай төлем жасалмаған. Бизнесім күйреді. Қарыз көбейді. Телефон тынымсыз шырылдайды. «Тағы банк пе?» деді Айдана салқын үнмен. «Иә», дедім қысқа ғана. Ол үндемей шайын ішті де маған тура қарады. «Бір шешім бар». «Қандай?» «Үйді өз атын аудар». Мен үнсіз қалдым. Әкем тірі. Үй оның атына тіркелген. Бұл әңгімені бұрында қозғағанбыз, бірақ бүгінгі үн басқа еді. Суық, нық. «Ертең бауырларың келіп үлес сұраса қайтесің?» деді ол. «Сен бәріне қарап отыра бересің де?» Сөздері шындық, бірақ жүрекке ауыр. Сол сәтте әкемнің жөтелі естілді. Ол залда теледидар қарап отырған. Анама шай құйып беріп жатыр. Мен ішімнен бір нәрсенің сынып кеткенін сездім. Түске қарай бәрі күрт өзгерді. Әкем есіктің алдында құлап қалды. Ананның айқайы әлі құлағымда. «Балам, әкең!» Жедел жәрдем кешікпей келді. Дәрігерлер инсульт деді. Мен аурухана дәлізінде отырып, бос қабырғаға қарап қалдым. Айдана қасыма келді. «Міне, уақыт күтпейді», деді сыбырлап. «Ертең бәрі кеш болу мүмкін». «Не айтқың келіп тұр?» дедім ашуланып. «Сенім қатал, үйді рәсінде білгер. Әкең сауығып кетсе, бәрі өз орында қалады. Бірақ бірдеңе болса?» Сол бірдеңе деген сөз ішімді мұздатты. Кешке дәрігер. «Жағдайы ауыр, бірақ есін біледі. Қысқа уақытқа сөйлесуге болады», деді. Мен палатаға кірдім. Әкем әлсіреп жатыр. Көзімен мені іздеп тапты. «Келдім бе, балам?» деді әрең. Мен оның қолын ұстадым. Сол қол мені талай жетектеген, велосипед үйреткен. Үйдің кірпішін бірге қалағанбыз. «Әке, бәрі жақсы болады», дедім. Ол басын изеді. Сол сәтте есік ашылып Айдана кірді. Қолында папка. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. «Әке», дедім даусын дірілдеп. «Үйдің құжаттарын реттеп қояйық деп едім. Қазір жардай белгісіз. Ертең құжат мәселесі қиын болмасын». Әкем маған ұзақ қарады. Тікелей көзіме. Бір сәтке мен өзімді кішкентай баладай сезіндім. «Сен қорқып тұрсың ба?» деді ол баяу. Мен жауап бере алмадым. «Үй, бәрібір сендердікі ғой», деді ол. «Мен сендер үшін салдым». Айдана тез сөйлеп кетті. «Ата, тек сенім хат, уақытша ғана». Уақытша ғана. Дәрігер куәгер болды. Құжат ашылды. Қалам әкемнің саусақтарының арасында дірілдеп тұрды. Сол сәтте палата есігінен анам кірді. Ол бәрін түсінді. Бір ауыз сөз айтты. «Балам, асықпа». Бірақ мен асықтым. Қолтаңба қойылды. Сол дыбыс, қағаз бетіндегі сияның сызылған дыбысы, өмірімдегі ең қатты естілген дыбыс болды. Түнде үйге жалғыз келдім. Айдана ауруханада қалды. Залға кірдім. Әкемнің креслосы бос тұр. Теледидардың пульті үстелде. Үй тым-тыныш. Қабырғадағы сағат тықылдап тұр. Мен құжатты үстелге қойдым. Үй енді менің бақылауында. Бірақ неге екенін білмеймін, ішімде бір ауыр сезім отырды. Бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Сыртта жел күшейді. Терезе сықырлады. Телефоным шыр етті. Ауруханадан хабар. Қолым дірілдеп жауап бердім. «Сізге тез келу керек». Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Аурухана дәлізі суық. Дәрігердің сөзі қысқа болды. «Жағдайы тұрақсыз. Келесі 48 сағат шешуші». Анам қабырғаға сүйеніп отыр. Көзі ісіп кеткен. Мені көргенде орнынан баяу тұрды. «Қол қойдырдым ба?» деді тікелей. Мен үндемедім. Сол үнсіздік бәрін айтып тұрды. Анам терең күрсінді. «Әкең сендер үшін жанын берді.
үй үшін емес. Менің ашуым келді. Апа, мәселе иде емес. Ертең бауырларым келіп бөліске салса ше? Бизнес қылап тұр, қарыз бар, біз де отбасы ұстап отырмыз. Анам маған ұзақ қарады. Сен де біреудің әкесісің, деді жай ғана. Сол сөз жүрекке қадалды. 2 күн өтті. Әкем есін жиды, бірақ әлсіз. Дәрігер оңалту керек деді. Ұзақ күтім қажет. Айдана иде есеп қисап жасап отыр. Қара, деді ол қағаздарды көрсетіп. Бізде 2 ай ғана уақыт бар. Егер үйді кепілге қоймасақ, банк бәрібір сот арқылы алады. Әкем тірі, дедім суық. Сол үшін қазір шешім қабылдау керек. Ол бір сәт кідіріп төмен дауыспен. Қарттар үйі бар. Жақсы жер, күтімі бар. Уақытша ғана. Мен орнымнан атып тұрдым. Не деп отырсың? Сен өзің көріп тұрсың. Біз оларды күте алмаймыз. Сен күндіз жұмыста, мен бала мен үйдің арасында. Оның үстіне оңалту керек, массаж, дәрі, ақша қайда? Мен үнсіз қалдым. Ақша. Бәрі ақша. Келесі күні анаммен сөйлестім. Ас бөлмеде екеуміз ғана отырдық. Апа, уақытша бір жерге орналастырайық. Күтімі жақсы, әке сауығып кеткенше. Анам шай құйып отырып тоқтап қалды. Біз саған ауыр болып кеттік пе? Деді. Олай деме. Онда неге үйден кетуіміз керек? Мен жауап таба алмадым. Бірақ ішімде бір дауыс. Бұл дұрыс емес деп айқайлап тұрды. Ал басқа дауыс. Қазір шешім қабылдамасаң, бәрінен айырыласың, деді. 1 аптадан кейін. Көлік аулада тұр. Әкемді креслоға отырғызып шығардық. Анам кішкентай сөмке ұстаған. Бар болғаны бірнеше киім. Үйдің есігін жапқанда анам артына бір қарады. Сол қарасты мен өмір бойы ұмытпаймын. Қашан қайтамыз? Деді әкем әлсіз. Жақында әке. Тек емделіп алыңыз, дедім көзінше жымиып. Айдана үнсіз. Көлік жүріп кетті. Қарттар үйі қала шетінде екен. Ғимарат таза, иісі бөтен. Құжат толтырдық. Қызметкер әйел жылы сөйлейді. Уайымдамаңыздар, күтімі жақсы. Уақытша ғана деп өзімді жұбаттым. Анам бөлмеге кіргенде төсектің шетіне отырды. Балам, деді жай ғана. Үйді сақтадың ба? Я. Онда жүрегіңді де сақта. Мен бір сәтке дем ала алмай қалдым. Әкем қолымды қысты. Ер азамат шешім қабылдай білуі керек, деді әлсіз жымиып. Мен шығып кеттім. Сыртқа шыққанда ғана тынысым ашылды. Бірақ көлікке отырғанда, үйге емес, бос кеңістікке бара жатқандай сезіндім. Сол кеште үйге келгенде тыныштық бұрынғыдан ауыр болды. Айдана қуаныштырақ көрінді. Енді жоспарды іске асырамыз, деді. Қандай жоспар? Үйді кепілге қойып, қарызды жауып, жаңа бизнес бастаймыз. 1 жылда бәрін қалпына келтіреміз. Сосын ата-ананы қайтарамыз. Бәрі қағазда әдемі. Бірақ түнде ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам, анамның қашан қайтамыз деген даусы. Таңға жуық телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. Сізге қарттар үйінен хабарласып тұрмыз. Әкеңіздің жағдайы күрт нашарлады. Жүрегім тағы да тас төбеме шықты. Бір сәтке ой келді. Бәлкім бұл белгі. Қарттар үйіне жеткенше жол бітпейтіндей созылды. Таңғы ауа ызғарлы. Көліктің ішінде үнсіздік. Айдана қасында отыр. Бірақ біз 2 бөлек әлемде отырғандаймыз. Өзіңді қолға ал, деді ол ақырын. Эмоцияға берілме. Мен жауап бермедім. Әкем жансақтау бөлімінде жатыр екен. Аппаратураның дыбысы бір қалыпты пик-пик етеді. Беті сырланып кеткен. Кеше ғана сөйлескен адам бүгін мүлде басқа. Дәрігер қысқа айтты. Миына қан құйылу қайталанған. Уақыт аз болуы мүмкін. Уақыт аз. Сол сөз басыма балғадай тиді. Мен әкемнің қасына отырдым. Қолын ұстадым. Суық. Көзін әрең ашты. Балам, келдің бе? Деді сыбырлап. Келдім әке. Ол бір сәт тынысын жинады. Үйді алдың ба? Жүрегім шым етті. Я. Ұзақ үнсіздік. Мен ақталғым келді. Қарызды, банкты, болашақты айтқым келді.
бірақ сөз шықпады. Әкем көзін төбеге қадап, қабырға емес, деді. Ішіндегі адамдар тынысы ауырлады. Анаңды ренжітпе. Сол оның маған соңғы анық айтқан сөзі болды. Аппарат дыбысы өзгерді. Дәрігерлер жүгіріп кірді. Мені сыртқа шығарып жіберді. 1 сағаттан кейін дәрігердің жүзі бәрін айтып тұрды. Әкем кетті. Мен қабырғаға сүйеніп отырып қалдым. Ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей. Айдана иығыма қолын қойды. Өзімді ұсташы, деді. Енді бәрін реттеу керек. Реттеу. Әкемнің денесі суымай жатып, біз реттеу туралы ойлап отырмыз. Жерлеу күні үйге туыстар жиналды. Бауырларым келді. Көздерінде күдік бар. Ағам құжат туралы естіген екен. Әкем тірі кезде үйді аударып алыпсың ғой, деді тура. Мен үндемедім. Бізбен ақылдасуға болмады ма? Деді қарындасым көз жасын сүртіп. Айдана араласты. Әкеңіз өзі қол қойды, заңды. Заңды. Бірақ бәрі дұрыс па? Жерлеуден кейін нотариусқа бардым. Сенімхат негізінде үй толық менің атыма өтті. Қағазға мөр басылған сәтте ішімде жеңіс емес, бос кеңістік пайда болды. Мен қолыма құжатты ұстадым. Бұл мен қалаған нәрсе. Бірақ неге тынысым тарылып тұр? Кешке үйге жалғыз келдім. Әкемнің креслосы әлі сол орнында. Отырып көрдім. Көз алдыма бір көрініс келді. Әкем осы креслода отырып маған, балам, бұл үй сендерге пана болсын деген. Мен сол пананы өзім бұзғандай сезіндім. Түн ортасында анам қоңырау шалды. Даусы шаршаған. Балау, әкең кетті. Білемін, апа. Ұзақ үнсіздік. Біз қашан үйге қайтамыз? Мен үнсіз қалдым. Жауап жоқ. Сол сәтте түсіндім. Үй енді менікі. Бірақ үй иесіз сияқты. Таңертең банк менеджері хабарласты. Құжаттар дайын болса, кепіл рәсімдеуді бастаймыз. Мен терезеден аулаға қарадым. Әкем отырғызған алма ағашы тұр. Оның түбінде біз бала күнімде ойнадық. Қолымдағы құжат ауырлап кеткендей. Бірақ мен бәрібір банкке бардым. Қол қойдым. Үй кепілге қойылды. Сол күні кешке қабырғадағы ескі суреттерді алып тастауды бастадым. Айдана. Ремонт бастаймыз. Ескі иіс кетсін, деді. Бір сурет артында сары конверт жапсырылып тұр екен. Мен аштым. Ішінде әкемнің қолжазбасы. Үйді балаларының атына тең бөліп беруді ойлап жүрмін. Әсіресе кенжем қиналып жүр. Мен отыра еттім. Әкем мені қорғап жүріпті. Ал мен... Қолтаңбаның салмағы енді ғана шын сезілді. Үйдің ішін өзгертуге асықтық. Айдана дизайнер шақырды. Қабырғаларды бұзу, еденді ауыстыру, терезені кеңейту, бәрі жаңаша болуы керек. Ескі иіс кетсін, деді ол. Жаңа өмір бастаймыз. Жаңа өмір. Құрылысшылар балғамен залдың қабырғасын ұра бастағанда, үйдің іші гүрсілге толды. Әкемнің даусы естілмей қалды. Оның креслосында шығарып тастадық. Бір сәтте жұмысшылардың бірі. Аға, мұнда бірдеңе бар, деп айқайлады. Қабырғаным ішінен ескі темір сандық шықты. Шаң басқан, құлыпсыз. Жүрегім біртүрлі соқты. Сандықты аштық. Ішінде ескі фотолар, анамның жас кезіндегі суреті, біздің бала күніміздегі мектеп куәліктері, және ақшамен толтырылған конверттер. Әр конверттің үстінде жазу бар. Үйдің төбесін ауыстыруға. Кенженің бизнесіне. Анасының операциясына. Мен соңғысын қолыма алдым. Кенженің бизнесіне. Бұл мен. Айдана үнсіз қалды. Көрдің бе? Деді ол бір кезде. Демек, бәрібір саған қалдырмақ болған. Бірақ мәселе ақшада емес еді. Сандықтың түбінде тағы бір дәптер жатты. Әкемнің жазбасы. Аштым. Егер бір күні мен болмай қалсам, балаларым тату болсын. И себеп емес, сылтау болып кетпесін. Қолым дірілдей бастады. Сол сәтте телефоным шыр етті. Мектептен қоңырау. Сіздің ұлыңыз есінен танып қалды. Жедел жәрдем шақырдық. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Аурухана.
Ұлым жансақтау бөлімінде. Дәрігер. Қатты стресс, шаршау, бірақ нақты себебін тексеру керек, деді. Мен орындыққа отырып қалдым. Кеше ғана әкем осы жерде жатты. Бүгін балам. Анамның сөзі есіме түсті. Бұл үйдің киесі бар. Мен мұндайға сенбейтінмін, бірақ неге бәрі дәл қазір болып жатыр? Кешке қарттар үйінен де хабар келді. Анаңыздың қам қысымы көтеріліп кетті. Бәрі бір уақытта құлап жатқандай. Айдана ашуы. Сен өзіңді жина, бәрін мистикалық қылып жіберме. Бұл жай ғана жағдай. Жай ма? Дедім қаттырақ. Әкем кетеді, балам ауруханаға түседі. Анамның жағдайы нашар. Біз не істеп жүрміз? Айдана да жарылды. Біз өмір үшін күресіп жүрміз. Сен эмоцияға беріліп кетпе. Мен қабырғаға сүйендім. Үйдің іші жартылай бұзылған. Сымдар салбырап тұр. Ескі кірпіш ашық қалған. Бұл үйде, мен де жартылай бұзылған күйде едік. Түнде үйге жалғыз келдім. Сандық әлі ашық тұр. Әкемнің дәптерін қайта оқыдым. Соңғы бетінде бір сөйлем. Бір күні балаларым бұл үй үшін бір-біріне бөтен болып кетпес екен. Мен көзімді жұмдым. Мен қазір кіммін? Ұлмын ба? Әкемін бе? Әлде жай ғана үйдің есімін бе? Телефон тағы шыр етті. Банк менеджері. Кепіл рәсімі бекітілді. Ақша ертең түседі. Мен жақсы дедім. Бірақ ішімде бір сезім. Бұл ақшаның құны тым қымбат. Таң ата ұлымның жағдайы тұрақталды деген хабар келді. Мен аурухана дәлізінде отырдым. Терезеден күн шығып келеді. Ал менің ішімде қараңғылық қоюлана түсті. Банк ақшасы шотқа түскен күні Айдана жеңіл тыныс алды. Енді бәрі өзгереді, деді ол. Біз қайта тұрамыз. Мен де солай ойлағым келді. Ақшаның жартысын қарыздарды жабуға жібердік. Қалғанын жаңа жобаға салдым. Құрылыс материалдарын көтерме сататын серіктеспен келісімшарт жасастым. Қағаз жүзінде бәрі мінсіз. Бірақ бір апта өтпей жатып соққы келді. Серіктесім телефонын көтермеді. Қойма жабық. Ақша аударуған. Адам жоқ. Мен кеңсенің алдында тұрып, бос есікке қарадым. Ішімде бір нәрсе опырылып түсті. Үйге келгенде Айдана менің кірімнен бәрін түсінді. Не болды? Ақша жоқ. Қалай жоқ? Алаяқтық. Бәрі қолдан жасалған фирма. Айдана отыра кетті. Сен тексермедің бе? Мен үнсізмін. Үй кепілде. Қарыз бар. Ақша жоқ. Бұл енді жай сәтсіздік емес еді. Сол күні кешке қарттар үйінен тағы хабар келді. Анаңыздың жағдайы ауырлап тұр. Келіп кетсеңіз жақсы болар еді. Айдана шаршап, қазір баруға уақыт емес деді. Біз өзіміз батып барамыз. Мен оған қарадым. Ол менің анам. Ал мынау сенің отбасың, деді ол ашумен. Үйдің іші тағы да суық болып кетті. Қарттар үйіне жалғыз бардым. Анам төсекте отыр, әлсіреген. Бірақ көзі әлі өткір. Мені көріп жымиғандай болды. Келдім бе балам? Мен қасына отырдым. Жағдайың қалай апа? Жақсы ғой. Қартайдық қой. Ұзақ үнсіздік. Мен ақыры шыдай алмадым. Апа, бәрі құлап жатыр. Ақша кетті. Бизнес жүрмеді. Анам жай ғана тыңдады. Мүмкін бізді үйден шығарғаным үшін шығар, деп қалдым еріксіз. Анам бірден басын көтерді. Олай деме. Бірақ бәрі сол күннен басталды. Анам қолымды ұстады. Балам, бұл қарғыс емес. Бұл шешімнің салдары. Мен үнсіз қалдым. Адам ата-анасын сыртқа шығарғанда, ең алдымен өзінің ішіндегі тыныштығым шығарып жібереді, деді ол жай ғана. Сен өзіңді жоғалтып алдың. Сол сөз жүрегімді қақ айырды. Біз қашан үйге қайтамыз? Деді ол тағы. Мен көзімді төмен түсірдім. Үй енді кепілде екенін айта алмадым. Кешке ұлымның жанында отырдым. Ол көзін ашты. Әке, атам қайда? Деді әлсіз.
Мен жауап бере алмадым. Атам үйге қашан келеді? Деді тағы. Жүрегім тағы бір рет сынып кеткендей. Үйге түнде келдім. Жартылай жөнделген қабырға, ашық сындар, шаң. Сандық әлі бұрышта. Әкемнің дәптерін тағы аштым. Бір сөйлем көзіме оттай басылды. Балам қиналса, ең алдымен үйге емес, маған келсін. Мен бармадым. Мен керісінше оны үйден шығардым. Телефон шыр етті. Банк. Төлем кешіктірілсе, мүлік тәркіленеді. Мен қабырғаға сүйендім. Бұл қарғыс па? Жоқ. Бұл менің өз қолыммен жасаған қылауым. Таңғы сағат 7. Банк тағы хабарласты. Егер 2 апта ішінде төлем түспесе, үй аукционға қойылады. Аукцион. Бұл сөз басыма оқтай тиді. Үй енді менікі емес, банктың тізіміндегі бір нысан ғана. Қарттар үйіне тағы бардым. Бұл жолы ішімде бір шешім бар сияқты. Анам терезе жанында отыр екен. Сыртта қар ұшқындап тұр. Балам, түрім өзгеріп кетіпті, деді ол. Мен алғаш рет бәрін жасырмай айттым. Үй кепілде, ақша кетті, бәрі құлап жатыр. Анам үнсіз тыңдады. Бізді неге үйге қайтармайсың деп ойлайсың, деді бір кезде. Мен басымды төмен салдым. Өйткені үй енді қауіпсіз емес. Үй қауіпсіз емес пе, әлде сен бе? Деді анам. Сол сөз жүрекке дәл тиді. Мен қателестім, апа, деді ақыры. Әкем тірі кезде асықтым. Сендерді түсінбедім. Анам маған ұзақ қарады. Әкең сені жаман көріп кеткен жоқ, деді жай ғана. Ол соңғы сәтке дейін сені қорғады. Неден? Өзіңнен. Мен тынысымды ішке тартып қалдым. Сол сәтте қарттар үйінің қызметкері кірді. Кешіріңіз, бірақ сіздің бауырларыңыз келіп тұр. Мен шошып кеттім. Дәлізде ағам мен қарындасым тұр екен. Ағамның жүзі қатулы. Үйді банкке қойыпсың ба? Деді бірден. Қайдан білдіңдер? Нотариустан. Біз де тексердік. Әкем тірі кезде сенім хатпен аударып алыпсың. Енді үйден айырылып отырсың. Мен үнсіз қалдым. Біз сотқа береміз, деді ағам. Бұл әділ емес. Анам орнынан тұрды. Жоқ, деді қатаң. Сот болмайды. Бәріміз оған қарадық. Үй үшін тағы да бір-біріне жау боласыңдар ма? Деді ол. Әкелерім соны қалады ма? Ағам ашулы. Бірақ ол бізбен ақылдаспады. Анам маған қарады. Ол қорықты. Қорыққан адам дұрыс ойламайды. Мен сол сәтте бірінші рет иә деп басымды изедім. Иә, мен қорықтым дедім. Қарыздан, кедейліктен, болашақтан. Бірақ ең бастысы, өзімді әлсіз сезінуден қорықтым. Дәлізде ауыр тыныштық орнады. Кешке үйге келдім. Айдана бәрін білген. Бауырларын араласып жүрме? Деді суық. Олар сотқа береміз дейді. Керемет, енді мүлдем біттік. Мен шаршаған дауыспен. Мүмкін үйді сатуға келісерміз. Қарызды жауып, бәрін тең бөліп. Айдана жарылды. Сен ақылдан адастың ба? Біз қайда барамыз? Біз пәтер жалдаймыз. Қайта бастаймыз. Мен жоқшылыққа қайта бармаймын, деді ол. Сол сәтте мен түсіндім. Біз тек үй үшін емес, өмірге деген көзқарас үшін бөлініп барамыз. Түнде ұлым жанымда ұйықтап жатты. Оның тынысы бір қалыпты. Мен төбеге қарап жаттым. Әкемнің соңғы сөзі есіме түсті. Анаңды ренжітпе. Мен ренжіттім. Енді таңдау алдында тұрмын. Үйді сақтап бәрінен айырылу, немесе үйден айырылып, өзімді сақтау. Таң ата шешім қабылдадым. Ертең банкке барамын. Банк кеңсесінің іші тым жарық. Мен менеджердің қарсысында отырмын. Алдында папка, үйдің құжаттары, кепіл шарты, қарыз кестесі. Егер толық соманы жаппасаңыз, мүлік аукционға шығарылады, деді менеджер салқын дауыспен. Сіз өз еркіңізбен сатуға да қоя аласыз. Сонда баға тиімдірек болу мүмкін, өз еркіммен. Мен бір сәт ойланып қалдым. Қанша уақыт бар? 10 күн. 10 күнде өмір өзгере ме? Үйге келгенде Айдана күтіп отыр екен. Не деді банк?
Үйді сатуға қоямыз. Ол маған сенбей қарады. Сен шынымен солай шештің бе? Басқа жол жоқ. Бар, күресу керек. Тағы несие аламыз, инвестор табамыз. Мен басымды шайқадым. Мен енді тәуекелмен өмір сүргім келмейді. Мен бәрін жоғалтып алдым. Әкемді, сенімді, өзімді. Айдана көзіме тік қарады. Ал менше, мен үнсіз қалдым. Егер сен осылай берілсең, мен бұл өмірді таңдамаймын, деді ол. Сол сөз бәрін білдірді. Келесі күні риэлтор келді, үйді суретке түсірді. Әкемнің салған кірпіші, ауладағы алма ағашы, терезедегі жарық, бәрі сатылымда. Срочно продается. Бұл сөзді естігенде ішім тағы бір рет босап кетті. Кешке қарттар үйіне бардым. Анам мені көріп бірден түсінді. Шештің бе? Иә, үй сатылады. Анам көзін жұмды. Бір тамшы жас сырғып түсті. Әкең ренжімейді, деді ол. Ол үй үшін емес, сен үшін уайымдайтын. Кешірші апа. Анам қолымды қысты. Кешірім сұрайтын уақыт барда сұрау батырлық. Сол сәтте ішімдегі ауыр тас сәл жеңілдегендей болды. Бір апта өтті, үйге сатып алушы табылды. Бағасы күткеннен төмен. Бірақ келісуге тура келді. Құжатқа қол қойғанда, бұл жолы менің қолым дірілдеді. Бір кезде мен осы үй үшін бәрін құрбан еттім. Енді осы үйден бас тарттым. Сол күні кешке Айдана чемоданын жинап жатты. Біраз уақыт анамның үйіне барамын, деді суық. Бұл уақытша ма, дедім баяу. Ол жауап бермеді. Есік жабылғанда үйдің іші босап қалғандай болды. Шын мәнінде үй әлі сатылған жоқ. Бірақ отбасы қазірдің өзінде тарқап бара жатты. Түнде бос залда отырдым. Қабырға жалаңаш, кресло жоқ, суреттер жоқ. Тек естеліктер. Мен сыбырлап айттым. Әке, кешір. Сыртта жел тұрды, бірақ бұл жолы мен оны белгі деп қабылдамадым. Бұл жай ғана жел. Ал менің ішімдегі дауыл өзім жасаған. Үйдің кілтін тапсыратын күн тез келді. Жаңа иелері аулаға кіріп келгенде, мен есік алдында тұрдым. Олар үшін бұл жай ғана тиімді сатып алу. Ал мен үшін өмірімнің бір дәуірі. Үй жылы екен, деді сатып алушы ер адам. Іргесі мықты. Іргесі мықты. Мен ішімнен іргесі мықты, ал иесі әлсіз болды деп ойладым. Кілті қолына ұстатқан сәтте алақаным босап кеткендей болды. Бұл жолы қағазға қол қойғанда ешқандай дауыс естілмеді. Ешқандай драмалық сәт жоқ. Тек тыныш құлау. Қарыздың көп бөлігі жабылды, бірақ қолда түк қалмады. Біз шағын 2 бөлмелі жалдамалы пәтерге көштік. Ескі лифті бар 9 қабатты үй. Айдана келмеді. Уақыт керек, деді ол телефонмен. Ұлым менімен бірге қалды. Бос бөлмеде матрас үстінде отырып, төбеге қарадым. Бір кезде үлкен үйде тұрған адамын. Енді жалдамалы пәтерде отырмын. Бірақ ең ауыр нәрсе кедейлік емес еді. Жалғыздық. Кешке ұлым қасыма келді. Әке, бұл біздің жаңа үйіміз бе? Мен кідіріп қалдым. Иә. Ал атамның үйі ше? Ол енді біздікі емес. Ұлым біраз ойланып. Біз атам мен әжемді осында әкеле аламыз ба? Жүрегім шым етті. Мен бірден жауап бердім. Иә, әжемді міндетті түрде. Сол сәтте ішімде бір шешім бекіді. Келесі күні қарттар үйіне бардым. Анам бұрынғыдан әлсіз көрінеді. Үй сатылды, дедім. Ол басын изеді. Бәрі өтеді, балам. Апа, мен сені алып кетемін. Анам таңғалып қарады. Қайда? Өзім тұрып жатқан жерге. Үлкен емес, бірақ бұл жолы шын үй болады. Анам көзіме ұзақ қарады. Сен дайынсың ба? Мен терең тыныс алдым. Енді қашпаймын. Құжаттарды рәсімдеу оңай болмады. Біраз уақыт кетті. Сол аралықта тағы бір соққы келді. Айдана хабарласты. Мен бөлек тұрамын, деді қысқа. Біз әртүрліміз. Мен қарсы болмадым. Бұл да менің таңдауларымның салдары еді. Бір кеште жалғыз отырдым. Қолымда әкемнің дәптері. Оны сандықтан алып қалғамын.
Соңғы бетіне көзім түсті. Адам кейде бәрін жоғалтқанда ғана не маңызды екенін түсінеді. Мен жымыйдым ма, әлде жыладым ба, өзім де білмеймін. Бәрін жоғалттым ба? Жоқ. Ұлым бар. Анам бар. Мүмкін дәл қазір бірінші рет дұрыс бағытқа бұрылып тұрған шығармын. Ертең анамды алып келемін. Бұл жолы уақытша емес. Қарттар үйінің алдындағы орындықта анам сөмкесін тізесіне қойып отыр екен. Бұл жолы сөмкеде кішкентай. Бар дүниесі бірнеше киім, дәрі-дәрмек, әкемнің суреті. Мен көліктен түсіп қасына бардым. Дайынсың ба, апа? Анам жымиып. Бұл жолы уақытша емес пе, деді. Мен көзінен тік қарап. Жоқ, бұл жолы шын. Ол орнынан баяу тұрды. Қарттар үйінің есігі артта жабылғанда, менің өмірімдегі бір кезеңде жабылғандай болды. Жалдамалы пәтердің есігін ашқанда, ұлым жүгіріп шықты. Әже! Анамның көзіне жас келді. Бөлме тар. Ас үй кішкентай. Жиһаз қарапайым. Бірақ ішіндегі ауа басқа еді. Бұл жерде айқай жоқ, қысым жоқ, асығыстық жоқ. Тек тыныштық. Кешкі ас үстінде үшеуміз отырдық. Ұлым әңгімесін айтып жатыр. Анам тыңдап, кейде күліп қояды. Мен сырттай қарап отырдым. Бір кезде анам маған бұрылды. Балам? Я, апа. Сен енді үйдің иесі емессің. Жүрегім бір сәтке тоқтағандай болды. Бірақ сен енді өз өміріңнің иесісің. Сол сөз мені іштен босатып жіберді. Түнде анам ұйықтаған соң ас бөлмеде шай ішіп отырдық. Әкең соңғы күні саған ренжімеді, деді анам. Мен үндемей тыңдадым. Ол сен қорқыттырсың, деді. Балам қорыққанда қате шешім қабылдайды, деді. Көзіме жас келді. Мен оны қорғай алмадым. Жоқ, деді анам. Сен енді қорғап отырсың. Мен емес, өз ар ұятынды. Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын анам орнынан тұрып маңдайымнан сипады. Адам имен байымайды, балам. Жүрегімен байыды. Бұл жолы мен бұл сөзді толық түсіндім. Бір ай өтті. Мен қарапайым жұмысқа тұрдым. Таңертең ерте кетемін, кешке үйге асығамын. Ұлым мектептен келеді. Анам терезе жанында отырып шайын ішеді. Пәтер тар, бірақ күлімсіреу кең. Бір күні ұлым, әке, біз кедейміз бе, деп сұрады. Мен ойланып, жоқ, біз сабақ алып жатқан адамдармыз, дедім. Анам жымиып отырды. Кейде түнде оянып кетемін. Әкемнің үйі түсіме кіреді. Бірақ енді ол маған ауыр сезім бермейді. Өйткені мен түсіндім. Мен үйді жоғалттым. Бірақ әкемнің айтқанын таптым. Соңы